аумағында мотокөлік және скутер жүргізушілерімен жол көлік оқиғалары жиілеп отыр. Осыған байланысты 2025 жылдың 9 мамыр күні мотокөлік және скутер жүргізушілерімен түсіндірме жұмыстар жүргізу кезінде Алмалы ауылы тұсында жүргізушілерді тоқтатып тексеру кезінде 6 жас өспірім скутер құралын жүргізуші куәлігі жоқ күйінде басқарғаны анықталып, оларға қатысты Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 612 бабы 2 бөлігімен хаттама жасақталып, скутер құралдары арнайы тұраққа қойылды. Онымен қоса 14 жастағы жасөспірім скутер құралын басқарғаны анықталып, Атырау қалалық полиция басқармасының ювеналды полиция қызметкеріне жеткізілді. Жол көлік оқиғасы қателікті кешірмейді. Әр ата-ана өзінің кәмелеттік жасқа толмаған балаларына күнделікті қадағалау қажет.